Қазақтың әзіл деген сөзі бар, әжуа деген сөзі бар. Сол екеуінің бір аражігін ажыратып алу керек бізге. Енді үлкен кісілермен қалжыңдаспа деп айтпаймын, әрине той болғаннан кейін ол жерде әзіл болу керек, қалжың болу керек. Ол елдер көңіл көтерем деп келетін жер, әзілдесу керек. Әзілің жарасса, не дейді? Атаңмен ойна дейді. Атаңмен ойна деген кезде әзілдесіп ойна деп тұр ол жерде. Әзіл деген нәрсе ешкімнің көңіліне келмейтін, ешкімнің намысына тимейтін нәрсе ғой. Әжуа деген ол прикол, біздің сөзімен айтып жүргенде прикол, ол біреудің үстінен жасалатын нәрсе. Біреудің үстінен жасайтындай, ол жерде тойдағы келген халыққа күлетіндей сенде құқық жоқ. Сен шындап келген кезде ол жерде жүрген бір қызметшісің ғой, жұмысшысың. Ал енді оның үстіне жастармен, өзіңнің тең құрбыңмен болса ештеңе емес. Үлкен кісілермен қалжыңдасып, әзілдесіп, олардың үстінен күлу, ол үлкен қателік деп мен өзім санаймын. Оны қазір олай емес десеңдер, басқалай айтасыңдар, Құдай қаласа. Қазақты мазақ еткенді қою керек деп мен өзім ойлаймын. Неше түрлі сөздер айтамыз ғой, өзіміздің даусымыздан бар, кейде шығып кетеді. Қазақ десең өзіңе тиеді деген сияқты сөздерді өзара айтып қаламыз. Қойдан жоғас. Қазақты мазақ еткенді қою керек деп мен өзім ойлаймын. Неше түрлі сөздер айтамыз ғой, өзіміздің даусымыздан бар, кейде шығып кетеді. Қазақ десең өзіңе тиеді деген сияқты сөздерді өзара айтып қаламыз. Қойдан жоғас халықпыз ғой, қой аузынан шөп алмайтын елміз ғой деген сияқты оттаған әңгіме. Қазақ қой аузынан шөп алмайтын халық болса, осынша ұлан байтақ жерді қорғай ма? Біз қазақ дерске халық болғанбыз. Сол қалпымызға қайтадан келуіміз керек негізінде. Тойға келіп отырған адамдарды кімнің тойында отырғанын білу керек қой негізінде. Одан кейін би жарыс мәселесі. Қыдырәлі қайдасың? Осындасың ба? Иә, би жарыс мәселесі. Бағана өзің айттың ғой, біздің масқапқа кірдім, оны қойдым деп жатсың ғой. Енді би жарыс болғанда да мына сөз деген нәрсе менің өзім ойымша бұл код. Қазақта әрбір сөзді жасырып, бір санаға сіңіру арқылы істеткен көп нәрсені. Би жарысқа шығатын қыздарды, жігіттерді егер тойдың иелері сұрайды, ол бәріміз білеміз. Сол бір ойын ойнатып жіберсең көріп едік деген секілді. Соны ойнататын кезде мүмкін айту керек шығар. Осында қыздарды ойнатып жібер деп жатыр. Білмеймін енді, біздің қазақтың қыздар кішкене ұяңдау келеді ғой, ұялады, көпшіліктің алдына шығуға қысылатын шығар мүмкін қыздар деген секілді. Алдын ала кішкене бір барьер қойып тастауымыз керек секілді. Білдірмей, бірақ оны ойнатпаймын десең, ол саған тойдың иесі ренжіп қалуы мүмкін. Дәл сондай бір астарлы сөздермен қазақтың қыздары ұяң келеді, көпшіліктің алдына шығып селтеңдеп жатуға бұл қыздар да қысылатын шығар деп өздеріне тастап қойсаң, бүгінгі тойда шықпаған қыз келесі тойда тағы да ойлануы мүмкін да. Неге 300 адамның ішінен мен ғана шығып елге күлкі болуым керек? Неғып мен центр внимания, прикол болуым керек деген секілді. Ол тойдың ортасына шықпаған қыз ертең елдің алдында одан да басқа бір бейәдеп нәрселерді істеуге арланатын шығар. Соған біз себеп боламыз ба деген ой. Вакансия деген нәрсені де көрдім өткенде. Неше түрлі бишілерді әкеп ортаға біреу тұрғызып қойып соны қайталатып істетеді ғой. Бір тойға келіпті. Мен өз басымнан өткен оқиғаларды айта берейін. Соңғы би деген кезде бір жігітті, мысалы Дидар сен сияқты бір жігітті басына жаңағындай розовый парик кигізіп, сонандай бір сексуальный музыкалар бар ғой неше түрлі. Соған билетіп жатыр. Ана есекте соған билеп жатыр енді. Сонымен ортасынан тоқтатып тастады, жігіттер рахмет, қыздар. Осы бисіз-ақ бұл той өтеді негізінде. Біз өзі ана ЛГБТ деген кезде хэштегті қойып біз біргеміз деп үйде жата бергеннен гөрі, неге соны біреу істемейді деп жүргеннен гөрі, неге соны мен істемеймін деген нәрсені ойлануымыз керек. Тойда біз соны істеп жатсақ, ертең басқа адамдар ол қазаққа жаны ашымайтын, ол қазақи нәрсе мұрнына иісі бармайтын адамдар одан зорықсын істейді. Сондықтан қазірден бастап барлықтарың тойдар үшіндір ғой. Сол вакансияның ішіндегі сондай нәрсеге бір тосқауыл қойсаңдар, нұр үстіне нұр сұлтан деп ойлаймын өз басым. Өткенде лезгинка билейтін бір жігіттер келді. Лезгинка билейміз, бір екі би билейміз деді. Жарайды, бір лезгинкасын биледі, кішкентай балалары бар, нелері бар. Керемет биледі, енді әңгіме жоқ. Сөйтіп біз екіншісіне, түріктер ма бірдеңелер енді, сақалы бар, жүн-жүн. Екіншісін билейміз деді. Мен басқа бірдеңе билейтін шығар деп ойладым ғой. Сөйтіп екіншісінде де тура сол лезгинка қойылды да, билеп жатқан кезде біздің қазақтың қыздарын жаңа биге шақырып билеп жатыр да, енді олардың қыздары билеп жүрді ғой қастарында. Сөйтіп жатқан кезде мен тағы да өшіріп тастадым ана музыканы. Жігіттер рахмет, жаңа бірінші билерің керемет болды. Мен қазақтың қыздарын қызғанып жатырмын сендерден деп қалжыңға сүйеп кішкене музыканы тоқтатып тастап едім, бірақ соған ел риза болды. Қазақтың қыздарын қызғану, біз өзіміздің ұлттығымызды жоғары қою деген мәселені алға тартуымыз керек негізінде. Кейбір кісілер айтады, сен ұлтшылсың ба, сонда өз ұлтыңды басқадан артып көресің ба, басқаны төмен көресің ба деп. Ол біреуді көтермелеу үшін біреуді түсірудің керегі жоқ. Басқа ұлттардың біздің Қазақстанда тұрып жатқанның барлығы тең құқылы. Бірақ та мен өз басым, мен қазақ деген ұлтымды артық көремін басқадан. Өйткені менің жеті атам осы жерді қорғады, осы жердің мен заңды мұрагерімін. Сондықтан да өзімнің ұлтымды мен қадірлеймін, құрметтеймін, басқаның аяғына таптатқанды дұрыс көрмеймін. Егер мен ұлтымды құрметтемейтін болсам, мен қазақстандық болып жазылатын едім паспортқа. Не қазақ деген ұлтым қалу керек деп мен өсіруге қалдырмын. Значит, қазақ деген ұлттың басқалардан бұл жерде бәсі жоғары деп санаймын. Юбка деген нәрсе болды, мысалы, мини юбка деген нәрсе ешкім таңғалмайды. Ол 1956-60 жылдарда Францияда дизайнерлердің ең алғаш ойлап тапқан кезде қоғам шок болғанда, не сұмдық, не жабайылық деп.
бірақ оны бірте пайдаланды да ол нормаға айналды. Қазір оған ешкім таң қалмайды. Сол сияқты біз бүгін болып жатқан қоғамда болып жатқан нәрселерді тоқтатпайтын болсақ, ертең ол нормаға айналады. Ол ешкім таң қалмайтын нәрселер болады. Сөйтіп одан зорғылар шығады, сөйтіп біз құримыз. Мына арқан керу мәселесі бар. Құдалықта көп жүретін шығарсыңдар, соны да айта жүріңдер. Өткенде бір үйлен тойға барып құдалық болып жатыр да енді алдында. Сөйтіп енді құдаларды күтіп алайық, ойбай арқан керейік деп сөйтіп жатыр. Соны мен айтамын да, сен арқан керуге сенің құқың жоқ бұл жерде. Ол арқанды қыз ұзатқан кісілер кереді. Өйткені ол екі арасын табыстырды, таныстырды. Әбден соңына келген кезде екі жеңгесі, мынау последний барьер, мынау соңғы блокпост. Осыдан ақшасын төлеп, ақысын берсең өтесің, қызды көресің, содан кейін рұқсат берсе аласың. Ал сен ол біреудің қызын алып алғансың. Үйше оны арқан керіп, одан сен тағы ақша алмақшысың әнерде. Сенде енді ондай права жоқ қой, шындап келген кезде. Жоқ нәрсенің бәрін, жоқ салттың бәрін бізге кірістіре берудің керегі жоқ деп ойлаймын. Ана ойбай қыздың, ұзатылатын қыздың ақ матасынан аттамаңдар, бірдеңе, оның бәрін тойдың есіне түсіндіріп айтыңдар жігіттер, мүмкін болады болса. Ол гүл лақтыру деген бар, мысалға. Тағы неше түрлері бар ғой, қыз ұзатылып жатқан қызды ойбай артыңа қарама деп дедектетіп сөйлеп алып, артыңа қарама деген, бүйтіп артыңа қарама деген сөз емес қой ол. Артында қалған ел жұртты уайымдама, қысқасын айтқанда 2 күннің бірінде үйге келме деген сөз ғой енді шындап келген кезде. Сол сияқты нәрселердің барлығын түсіндіріп алдын ала айтқанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Кез келген нәрсені қорқып, кез келген нәрседен үрейленіп, оны салтқа айландырудың керегі жоқ. Ана бір әңгіме бар ғой, бір ақсақалдан біреу сұрапты ғой, ата осы жолыңды мысық кесіп өтіп кетсе не болады десе, не болады, жолдың арғы бетіндегі бір тышқанның ажалы жетеді деп айтты деген сияқты. Ол сондай нәрселердің бір арғы нәрсесін түсіндіріп айтуымыз керек негізінде.